Қайырлы кеш достар, бүгін сіздермен өте таңғаларлық бір тақырыпты қозғағым келіп жатыр. Ол өз көлеңкесінен қорыққан адамдар жайлы. Көлеңке ол бізбен бірге өмір бойы бірге жүретін табиғи нәрсе. Бірақ кей адамдар үшін көлеңке ең үлкен жау, ең үлкен қорқынышқа айналған. Тіпті олардың өмірін түбегейлі өзгертіп жіберген оқиғалар да бар. Қазір сол оқиғалармен сіздермен бөлісетін боламын. Ең бірінші, маған қарап тұр деген әйел. 35 жастағы әйел психологқа барады. Ол түнде қабырғадағы өзінің көлеңкесі өзінен тәуелсіз қозғалғанын айтады. Бірнеше түн қатарынан көлеңке бұрылып қарағандай қозғалған. Әйел жатқан жаққа жақындаған, бөлмедегі жарық өзгермесе де бағытын ауыстырған. Камера орнатылған түнде кадрда ештеңе жоқ, бірақ әйелдің жанында жатқан көлеңке ізі жазылған. Дәрігерлер мұны галлюцинация деді, ал әйел жоқ, ол менен бөлек өмір сүреді деп айтқан. Екінші, түнгі жарықтан қашқан жасөспірім. 16 жастағы жасөспірім күндіз бәрі қалыпты, бірақ түнде бөлмеде жанып тұрған кішкентай шамның өзі оның көлеңкесін қабырғада үлкейтіп, кеудесі көтерілгендей көрсеткен. Бір түні ол көлеңкесінің бірнеше секундқа жоғалып кеткенін, кейін басқа жақтан қайта пайда болғанын көрген. Сол түні бала далаға жүгіріп шығып, таң атқанша кірмей қойған. Үшінші, көлеңкесі артынан ермеген адам. Медициналық құжатта нақты тіркелген оқиға. Ер адам таңертең жұмысқа шығып бара жатқанда, күн көзіне қарамастан көлеңкесі шықпай қалған. Ол өзін айнадан көргенде қорыққан. Кешке қарай үйге қайта оралғанда, көлеңкесі кенет арт жағынан секіріп түскендей пайда болған. Сол сәттен бастап күйзеліс басталып, адам тіпті жалғыз жүре алмаған. Дәрігерлер ешқандай физикалық түсінік таппаған. Төртінші, көлеңкем мені шақырды деген бала. 7 жастағы бала анасынан қорқып жылайды. Көлеңкем мені шақырып жатыр. Анасы сенбейді, бірақ түнгі камерадан бір қызық байқалған. Баланың көлеңкесі бөлме жарығымен үйлеспей созылып есік жаққа бағытталған. Бала есікке қарай жүрген сайын көлеңке де алға жылжыған. Келесі күні бала есіне түскенін айтады. Ол мені бөлмеден шығартқысы келді. Бесінші, көлеңкесі басқа қозғалыс жасаған ер адам. Ер адам түнде ас бөлмеге су ішуге шығады. Қолындағы телефон жарығы еденге көлеңке түсіріп тұрған. Бірақ ол бір сәт байқап қалады. Көлеңкедегі қолы тіпті басқа бұрышқа көтерілген. Ол қолын төмен түсірген, ал көлеңкедегі қол сол күйі қозғалыссыз тұрған. Бірнеше секундтан кейін ғана көлеңке қозғалып, кешігіп барып орнына келген. Видео дәлел жоқ, бірақ ер адамның психикалық жағдайы мүлдем бұзылған. Қалай, сіздерге тақырып қызықты болып жатыр ма? Өз ойларыңызды міндетті түрде комментарийға бөлісіп кетіңіздер. Ойға қонымсыз оқиғалар. Алтыншы, бізде өз көлеңкесіне шабуыл жасаған әйел. Үй камерасында ресми түсірілген әйел түнде кенет орнынан секіріп тұрып, қабырғаға қарап айқайлап, қолымен өз көлеңкесін қуып жүрген. Көргендер қабырғада біреу тұрғандай қорықты, ал камерада тек көлеңке ғана. Әйел кейін ол адам емес, басқа нәрсе деген. Жетінші, жерге түспейтін көлеңке. Бір ер адам терезе алдынан өткенде оның көлеңкесі еденге емес қабырғаға тік түскен. Жарық бағытына мүлде сәйкес келмеген. Ол жақындаған сайын көлеңке кішіреймей, керісінше үлкейе берген. Бір сәттен кейін мүлде жоғалған, ал ер адам қорыққаннан клиникаға жеткізілген. Көлеңке ғылыми түсінікпен тек жарықтың нәтижесі. Бірақ кей адамдар үшін көлеңке қараңғы жақтың белгісі. Бәлкім, көлеңке бізден емес, біз көлеңкеден қорқуымыз керек шығар. Сіз бұл оқиғаларға сенесіз бе? Көлеңке жай физика ма, әлде басқа мағына ма? Комментарийға жаза кетіңіз.